ертең 11 қазан күні кезектен тыс президент сайлауына кандидаттар тіркеу аяқталады. Жалпы қазір қарап отырсақ, бірде-бір тәуелсіз кандидат тіркелген жоқ. Бәрі көпшілік танымайтын кандидаттар президент сайлауына қатысуы мүмкін. Жалпы Тоқаев мәселен неге салмақты тұлғалармен, тәуелсіз кандидаттармен сайлауға түспеді? Қазіргі сайлау қаншалықты қызық болады деп ойлайсыз? Менің түсінігімде Тоқаевқа дәл қазір баламалы түрде бір бәсекелес болатын адам жоқ. Енді қоғам ішінде өзінің бір рөлі бар, мемлекеттік қызметте істеген өзге де адамдардың неліктен енді сайлауға түспеу, енді ол адамдардың өздерінің тікелей қатысы шығар. Ал жалпы көп жағдайда басқа республикалық ұйымдардың мемлекеттік ел ішіндегі партиялардың біреулерінің кандидат ұсынбай қалғандарын ұсынуы мені көп жағдайда мысалы алдағы мәжіліс сайлауына бір дайындық есебінде прагматикалық көзқарастан туған есеп деп өзім ойлаймын. Мәселен, президент сайлауына қатысатын кандидат 5 жыл мемлекеттік қызметте істеу керек, белгілі бір ұйым арқылы ұсынылу керек деген кедергі талап, мәселен, көптеген кандидаттың сайлауға түсуіне кедергі келтірді. Осы талаптың болуы қаншалықты орынды? Бәлкім енді сол кезде қазіргі шарт бойынша расында 5 жыл сайланбалы, 5 жыл мемлекеттік қызметте болу қажет деген шарт көп адамның қолы байланып жатқаны рас. Бірақ тағы да ақпараттық дәлдік үшін мемлекеттік қызметте айналдырған 100 мың адам бар деген ресми мәліметтің өзі де сәйкес емес. Бізде жылда мемлекеттік қызметке келетін адамдар саны толып жатыр. Сондықтан да олардың саны 100-200 мың деп айту сәл қисынсыздау деп өзім ойлаймын. Өзім жеке басым бара-бара сайлау нормаларында сайлауға қатысу мүмкіндігі бар адамдардың шартын жеңілдету қажет деп өз басым есептеймін келешекте. Бірақ енді мемлекеттік қызметке келу үшін бәрібір мемлекетке қызметке емес, президент сайлауға түсетін адамның өзіңіз айтқанда президенттік қызметтен хабар бар, болмаса қоғам ішінде өзінің бір беделді рөлі бар адам болуы сөзсіз солай болу қажет. Сондықтан да кейбір шарттарда қайта қарастыру мүмкіндігін бара-бара пысықтаған жөн. Ешкім танымайтын, қоғамда ешқандай салмағы жоқ кандидаттармен сайлауға түсу арқылы Тоқаев өзінің легитимдігін сақтай ала ма мәселен? Енді президент өзі заң тілімен сөйлейтін болсақ, президент легитимсіз деп айтудың өзі қисынсыз, өйткені қаулысы да бар, шыққан шешімі де бар. Ал енді саяси ортаға неге адамдардың белсенді түрде қатыспауы біздегі қоғамдағы бір саяси процестерге араласу мүмкіндігінің адамдардың шектеулі болып келгені де жасырын емес. Одан кейін адамдардың өзі де көп жағдайда саясатқа деген құмарлығының, болмаса бір саясатқа деген қызығушының жоқтығынан деп өзім ойлаймын. Өз басым солай. Сондықтан да егер қазіргі қоғам осы жастар саяси ортаға расында да қызығамыз дейтін болатын болса, келеміз дейтін болатын болса, ол адамдардың келуіне ешқандай шектеу жоқ деп өзім есептеймін. Сондықтан да енді осы жолы болмаған дүние біз бір орта мерзім, ұзақ мерзімде мемлекет тұрғысынан алып қарайтын болсақ, адамдардың саяси ортаға қатысуына көп жағдайлар жасалу керек сөзсіз. Алдағы сайлауда Тоқаевтың жеңетіні ол жалпы жас баладан кез келген адамға түсінікті жағдай. Жалпы енді ол жаңағы 5 жылдық мемлекеттік қызмет бар, басқа ұйым ұсыну деген кедергі бар. Осы талаптарды Тоқаев неге алып тастамады? Мәселен, саяси реформа туралы көп айтады, жақсы сөздер айтады. Бірақ мәселен, әлемнің бірде-бір мемлекетінде бұндай талап жоқ. Неге Тоқаев осы талапты алып тастап, ашық бәсекеде тәуелсіз кандидаттармен сайлауға түспеді? Жоқ әлде Тоқаев тәуелсіз кандидаттармен сайлауға түсуге қорқа ма, жеңіліп қалам деп? Бұл енді айтып отырмын, бүкіл жауапкершілікті тікелей бір адамның тұлғасын төңірегінде өрбітудің өзі менің түсінігімде қисынсыздау. Өйткені мемлекеттік аппарат бар, сондықтан да менің ойымша бір президент бір бәсекелестіктен, өзге бір дүниелерден қорқады, болмаса оған тиімсіз деген мысалы категориялармен ойлаудан, сөйлеуден адамын, бірақ мемлекетте аппаратта жүрген адамдардың бір өзінің ішкі есебі болуы мүмкін, бір сарапшылардың, кеңесшілердің ойлары да болуы мүмкін, оны да жоққа шығаруға болмайды. Мәселен, сіздер жаңа айттыңыз, жаңағы сөзіңізді айттыңыз, президентке қазір Тоқаевқа балама болатын кандидат жоқ деп. Сіздер бұған дейін 30 жыл бойы, мәселен, сіздің алдыңызда депутаттар, жалпы ел алдында жүрген азаматтар осы сөзді айтты. Назарбаевқа балама болатын кандидат жоқ. Яғни сол кісіні мақтап, марапаттап, енді Құдай дәрежесіне жеткіздіңіздер. Қазір де Тоқаевқа балама болатын кандидат жоқ деп отырсыздар. Мен президентке балама болатын кандидат жоқ деп тұрған жоқпын. Қазір түскен ресми президенттік сайлауға қатысып жатқан адамдардың ішінен
әйтпесе президентпен тең дәрежеде білімі сәйкес келетін мемлекеттік қызметте болып жатқан азаматтар өте көп. Мен енді айтып отырмын, ақпарат дәлдігі деген мәселе өте маңызды. Мен Тоқаевты бір құдай дәрежесіне көтеруден қашамын. Біздің қоғамда құдайға шүкір лайықты азаматтар өте көп, бірақ ол адамдардың неге саяси процеске қатыспауы ол адамдардың өзін жеке басына қатысты мәселе. Енді бізде мәселен сіздер Қазақстан халық партиясыздар, енді азшылық партия, өздеріңізді оппозиция санайсыздар, санамайсыздар білмеймін, бірақ сіздер Тоқаевты қолдадыңыздар. Бұл қате шешім емес па? Бұл жерде де тақты дәлдік керек. Қазақстан халық партиясының съезінде президент ұсынған кандидаттар, делегаттар бұл партияның филиалдық өкілдерінің адамдары ұсынды. Келген адамдар 56 адам келу керек болды, 55 адам қатысты, олар қолдап дауыс берді. Фракция депутаттарының ондай дауыс беру құқығы жоқ. Жана саяси кеңестің мүшелері, болмаса партия төрағасының орынбасары. Сіз дауыс берсеңіз бұған қарсы болар ма едіңіз? Мен о баста да өзім ресми бұқаралық ақпарат құралдарында беріп жатқан көзқарасым, әрбір партияның саяси амбициясы болса, шынайы түрде ол партия өзінің міндетті түрде кандидатын ұсыну керек деген позицияны ұстанамын. Яғни сізге салса, сіз партия атынан? Мен міндетті түрде партиядан өзіміздің кандидатты ұсынушы едім. Жақсы. Сіз мына президент сайлауына қатысқан кандидатсыз кезінде. Қазіргі президент сайлауына қатысып жатқан кандидаттар, мәселен, қоғамға танымал емес, былай қарап отырсаңыз, жұрт көп бермейтін, салмағы жоқ кандидаттар. Жалпы осындай бір қуыршақ кандидаттармен сайлау қалай өтеді? Мен енді оны саяси партиялардың өзінің съездерінің шешімдері қай жағынан қараған екенін біле қоймаймын. Адамның мінез құлқында талқылаудан мен аулақпын. Бірақ негізі егер де саяси партиялар қандай да бір тұлғаны кандидат ретінде ұсынылған жағдайда болатын болса, яғни ол өздерінің саяси тұғырнамаларын сол кандидат арқылы алып шыққылары келетін шығар. Яғни олардың танымалдылығын арттыру, болмаса өзінің бағдарламаларын жұртқа кеңінен таныстыру мүмкіншілігі пайда болды деген түсінікпен ғана қарай аламын. Басқаша менің ондай ой жоқ. Жақсы. Сіз президент сайлауына қатысқан кезде 5 жыл мемлекеттік қызмет істеу керек, белгілі бір ұйым ұсыну керек деген талап болған жоқ. Солай ғой, қателеспесем. Егер ондай талап болса, сіз президент сайлауына қатысуға мүмкіндік алмас едіңіз. Жалпы осы 5 жыл мемлекеттік қызмет талап ету бұл қаншалықты орынды? Мен әрине түзетіп өтейін өзіңізді. Мен президент сайлауға қатысқан кезде менің мемлекеттік қызметім 20 жыл болған. Ол кезде бұрын кездегі. Бірақ ондай талап ол кезде болған жоқ. Болған жоқ, бірақ сонда болды. Ал қазіргі кезде 5 жыл деген менің ойымша ол дұрыс сияқты. Мүмкін даже 10 жылда қоюға болады. Өйткені мемлекеттік қызмет деген ол халыққа қызмет ету. Халыққа қызмет етіп көрмеген адам көшеде ғана тек қана микрофон ұстап, байбалам салып, репродуктормен айғайлап, жанына 100 шақты адамды, 50 шақты адамды ертіп алып, байбалам салған адамның барлығы президент бола бермейді. Өйткені президент дегеннің оның лауазымының жоғары деңгейде болуы. Өйткені көршілес мемлекеттер, алып мемлекеттер, дүниежүзіндегі мемлекеттермен Біріккен ұлттар ұйымындағы мемлекет басшыларымен бірге қызмет етіп, солардың деңгейінде жұмыс жасау, және өзіміздің Қазақстанның мүддесін сол арқылы алып шығу, солардың ортасында деңгейін төмен түсірмей алып кететін адам деген ол, яғни өте жоғары білімді, тәжірибелі адам болу керек. Сіз сонда қызметті көру керек, бизнесті де көру керек, ауыл шаруашылығын да көру керек, аудандық, қалалық, облыстық деңгейде қызмет істеп, солардың салаларын теңгеру керек. Егер де сиырдың оң жағынан сауалма, сол жағынан сауалма, комбайнның қар жағы қай жерінен қай жер екенін, тракторды қалай бірлетіп оталдап дегенді білмейтін адам болып тұратын болса, онда ол президент емес. Қазір Қазақстанда халықтың 90%-дан астамы мемлекеттік қызметте жұмыс істемеген. Осы бір халықтың құқығын шектеу емес па? Жоқ, шектеу деп айта қоймаймын. Бұл президенттің лауазымына ғана байланысты. Ол мүмкін депутат болсын, мейлі аудандық, қалалық, облыстық, мейлі мәжіліске, немесе сенатқа депутат бол, ондай талап жоқ, оған болсын.
көрсетсін, министрлікке де тұрсын, министр болсын, талап жоқ тұрсын. Ал президент деген ол мемлекет басшысы. Тоқаев осы заңды өзгерте ме деген сұрақтар туылған болатын. Енді өйткені мынасы Зеленский Украинада шоумен мемлекет қызметте істемеген, президент болып сайланды. Америкада Трамп, Белоруссияда Тихановская, мәселен, ас үйде отырған, ас үйдегі әйелдің президент сайлауына қатыса алды. Бізде неге солай мүмкіндік жоқ? Тоқаев тәуелсіз кандидаттармен бәсекеге түсуден қорқа ма? Жоқ, ол қорқып деп айтуға болмайды, өйткені 5 жылдықтың жаңа мен айтып өттім ғой қажеттілігі. Ал енді Зеленскийді немесе Тихановскаяны шулап жүретін оларды салыстыруға болмайды. Зеленский не бітірді қазір? Көрдіңіздер, өзінің мемлекеттің халқының барлығын қырғынға ұшыратып отыр. Егер де саясаткер болатын болса, дипломат болатын болса, баяғы кезде келіссөзге отырып, ондай соғысты болдырмауға болушы еді. Ал қазір Америка мен НАТОның, Европаның елдерінің аяғының астында солардың айтқандарын істеп, солар арқылы ғана жұмыс істеп жатыр. Әрине ол белгілі, сондықтан да салыстырып бұндай жағдайда қажет емес. Неге біз Түркиянікі демейміз, неге Азиянікі, Малайзия демейміз, Сингапур не болмаса Қытайдікі, не болмаса Вьетнамдікі сияқты қылдырмаймыз, Шри-Ланка сияқты, мысал үшін айтқан кезде. Сондықтан да бұл жақта салыстыру ол орынсыз. Жақсы. Жұрт арасында сізді сол кезде президент сайлауына түскен кезде қуыршақ кандидат деп аңса менсінген жоқ. Яғни поставной жай сайлауға қатысу үшін, адамдардың санын көбейту үшін түскен депутат деп есептеді, солай кандидат деп есептеді. Қазір де сондай кандидаттар шығып жатыр. Айтамыз, Назарбаевтың кезінде де сондай қуыршақ кандидаттар болды сіздер секілді. Қазір де сондай қуыршақ кандидаттар сайлауға түсіп жатыр. Не өзгерді сонда? Жаңа Қазақстан мен ескі Қазақстан арасында? Мен кандидат болып түскен кезде мен ауылдан шыққандығым, ауыл жерден келгенім. Облыста, басқа жерде көкем, аға, шәкен некелері жоқ. Бірден келіп, ауылдан келіп, жаңағы деңгейде. Яғни кандидат болады әр адам дегенді көрсеткеннің бір о жағынан. Айтса айта берсін, қуыршақ деп жатады, басқа деп жатады, оған ренжімеймін. Өйткені сөзді өкіні солай болып келіп тұр. Өзінің адамды келемеждеу, кекету деңгейі соған ғана жетіп тұрғаннан кейін мен оны айтып. Ал қазір кезде мен қуыршақ деп айтпаймын. Жаңа айттым ғой, түсіндірдім ғой. Әр саяси партия өзінің саяси тұғырнамасын деңгей осы ұсынылған кандидат үміткер арқылы халыққа жеткізу. Яғни мүмкін олар сайланмас. 5% ала алмас. 5% ала алмас. Бірақ дегенмен саяси партиялар өзінің тағы да бір политтехнология арқылы өзінің жаңағы бағдарламаларын халыққа жеткізе алатын бір мүмкіншілігі. Бірақ енді президент сайлауына қатысатын кандидат президент болуға жан алысып, жан берісу керек емес па? Жан алысып, жан берісіп, көшеге шығып, митингке шығып, айғайлап жүрген жан алысып, жан берісіп, түрмеге түсіп, түрмеден шығып, не болмаса бұзақылық жасаған сияқты өзінің заңды бұзып жүргендердің қатарындағылар, олардың барлығы кандидат не болмаса да президент болады деген емес. Мысалы үшін талай адамдарды айтып жатыр, анау болады, мынау. Мен Фейсбуктан да, Инстаграмнан да оқимын, әлеуметтік желілерде бір адамды құптап алса, басқасын жамандайтын болса, әрине жамандар жетеді. Қазақстанда әділ сайлаумен билікті өзгерту мүмкін ба? Әділ сайлаумен билікті өзгерту өте мүмкін. Әрине сайлау әділ, шынайы, ашық болатын болса, кім қандай деңгейде өзінің бағдарламасын іске асыра алды, соның барлығын осы сайлау көрсететін болады. Осындайда, бұндайда әрине көзге көрініп тұрғандай, қазіргі біздің президентіміз Тоқаевтың іс бағдарламалары, істеп жатқан ісі, алға басып келе жатқаны, ойы, идеологиясы барлығы қазір мардымды, көңілге қонымды. Жақсы.